Сейсенбі күні елімізде ауа райы болжамы қалай болар екен, назар салыңыздар. Бүгін Петропавлда күн бұлтты, күндіз аздаған қар жауады, ауа температурасы 6 градус нөлден төмен. Қостанайда күн құбылмалы, тұман түсіп қар жауады, 3 градус суық болмақ. Ал Көкшетауда көшпелі бұлт, қар жауады, сынап бағанасы 5 градус суық. Павлодар қаласында бүгін күн бұлтты, ауа температурасы 5 градус нөлден төмен. Қарағанда бүгін күн ала бұлтты, кей жерлерге қар түседі, 3 градус суықтықты көрсетеді. Жезқазғанда бүгін көшпелі бұлт, ауа температурасы -2. Ал Өскеменде бүгін күн аздап бұлтты, таңғы уақытта тұман түседі, термометр бағымы 4 градус нөлден жоғары. Семей қаласында бүгін күн құбылмалы, 2 градус суық болмақ. Оралда көшпелі бұлт, сынап бағанасы 4 градус нөлден төмен. Атырау қаласында бүгін күн бұлтты, ал термометр бағамы 1 градус жылы болмақ. Ақтөбеде бүгін күн бұлтты, қалаға қар түседі, ауа температурасы 6 градус нөлден төмен. Ақтау қаласында бүгін күн құбылмалы, жолда көктайғақ болады, сынап бағанасы -9 градус. Бүгін Таразда күн бұлтты екен, тұман түседі, өткінші жаңбыр бар, ауа температурасы 8 градус жылы. Ал Шымкентте күн ала бұлтты, термометр бағамы 12 градус жылы болмақ. Қызылордада көшпелі бұлт, жел соғады, сынап бағанасы +10 градус. Талдықорғанда бүгін күн бұлтты, ауа температурасы +9 градус. Алматыда бүгін күн құбылмалы, жаңбыр жауады, термометр бағамы 8 градус жыл болмақ. Ал елордамыз Астана қаласында бүгін күн бұлтты, аздаған қар жауады, 5 градус суық болмақ. Құрметті көрермен, бүгінгі тәуліктің ауа райы мәліметі міне осындай.